Hello children, how are you today? Let's start our English lesson. So the theme of our lesson, exploring space. Ғарышты зерттеу тақырыбын біз одан әрмен жалғастырамыз. Now let's learn new words. Visit, visit, visit. Бару, яғни посещать. Бару. Dive, dive, dive. Сүңгуір. Discover, discover, discover. Зерттеу. Scream, scream, scream. Айғайлау. Rock, rock, rock. Тас. Cave, cave, cave. Үңгір. Footprint, footprint, footprint. Аяқ іздері. Okay. Now, this is exercise 4 in your pupil's book on page 80. Listen, point and repeat. Then match. Қазір бәріміз мына тапсырманы орындайық. Pupil's book 80-ші беттегі 4-ші тапсырма. Тыңдаймыз, қайталаймыз, одан кейін сәйкестендіреміз. Visit, visit. Cave, cave. Diver, diver. Footprint, footprint. Discover, discover. Rock, rock. Scream, scream. Okay, good job. Okay, look at this picture. This is study spot, яғни грамматикалық ереже. Біз бүгін жаңа грамматикалық ережемен таныс боламыз. Бұл бізде past simple, яғни past simple дегеніміз жай өткен шақ. Мысалы, мына жақтағы here you can see the two column. This is the first and this is the second column. So in the first column you can see the verbs visit, stop, travel, like, play, study. Ал келесінде мында бізде жай етістіктер болса, ал мына жерде бізде past simple етістіктері. Visited, stopped, traveled, liked, played, studied. And past simple'дің ерекшеленуі, яғни етістікке біз ed жалғауын қосамыз. Мысалы, she visited your cousin yesterday. Ол өзінің бөлесіне кеше барды. Яғни өткен шақ, кеше барды. Немесе кеше барған. ed арқылы ерекшеленеді. She деген бізде білеміз, сөйлем құрылғанда ең бірінші бізде бастауыш тұрады. Яғни бастауыш дегеніміз ол адам аты болуы мүмкін. Немесе біз білетін I, мен, you, сен, he, she, ол, we, біз, they, олар арқылы жасалады. Кейін етістік. Келесі, бізде бұл болымды сөйлем болды, я? Енді болымсыз сөйлем қалай болады? Мысалы, ол кеше бөлесіне барған жоқ деп айтсақ. Ең алдымен бізде she, сосын did not деген сөзді қолданамыз. Did not. Did ол бізде көмекші етістік. Not, одан кейін етістік. Мұнда қарасақ, яғни егер сұрақ болымды түрде болады, болымсыз сөйлем болатын болса, онда біз етістікке edді қоспаймыз. Келесі, сұраулы сөйлемде де бізде етістікке ed жұрнақ қосылмайды. Яғни біздің көмекші етістік алдына шығады,
did, сосын бас дауыс she, одан кейін етістік, жұрнақсыз. Did she visit her cousin yesterday? Ол кеше бөлесіне барды ма? So, next. Your home task in your people's book on page 80, exercise 5. 5-ші беттегі, 80-ші беттегі 5-ші тапсырманы орындаймыз. Яғни мынан барлығын көшірудің қажет жоқ. Тек қана бізде қандай сөздер шатасқан, соны ғана жазып, сәйкестендіре аламыз. Ал келесі 81-ші беттегі тапсырмада, 7-ші тапсырма, look, read and correct. Қара, оқы және дұрыста дейді. Яғни мысалы, міне сөйлем реті және суреттермен келеді. Мысалы, бірінші сөйлемде Bella played basketball yesterday дейді. Ал енді бірінші сурет былай айтады. Bella кеше баскетбол ойнады дейді. Енді бірінші суретте ол баскетбол ойнап отырған жоқ. Ол бадминтон ойнап отыр, иә? Демек, бұнда жазады мысалы. No, she didn't. She played tennis. Ал егерде мұнда сөйлем қате, яғни жөндедік. No, жоқ. Bella дегенді Bella десек те болады, she десек те болады. Didn't ол бізде біз білеміз, иә? Яғни ол болымсыз сөйлем. Сол үшін осы жерден қарап отырамыз. Келесі, егерде мысалы сөйлем сәйкес келетін болса, онда yes дейміз. Бірақ мен мұнда қарап отырмын, барлық сурет пен сөйлем бір-біріне сәйкес келмейді екен. Сол үшін ауыстырамыз. So, the lesson is over. Goodbye.